Так, Nissan Qashqai автокөлігінің бензин насосын қалай ағытады, соны көрсетеміз қазір. Ол үшін керекті құралдар, мынандай құралдар алып келдім. Так, мынандай Жигулидің пружинін қысатын осындай құрал. Бұл бізге ұзын болғасын. Біз оны мынандай алып кесіп жібердік қысқа алып. Осындай керек бар. Сосын 22 керек бар. Сосын керек бар. Сосын артқы сиденьнің астында болады. Көбінде апады бір-біріне ұқсас бар осындай. Чехолды шешіп сиденьгіден аламыз. Одан кейін мына қақпағында мынандай клипсілер болады. Отвертмен жағасыз. Жапқанда бүйтіп бұрау жағасыздар, ашқанда бүйтіп бұрау аша қойсаңыздар болады. Мен ашып қойдым өже бәрін. Қақпағы ашылады осылай. Бензин насосы. Осы бензин насостың мысалы мынау фишкісі или бензин насосы келіп тұрған бензинге кететін. Сол екеуін айырып тастайсыз. Айырып тастағаннан кейін приспособление осыны бүйтіп саласыз да, мысалы. Мынаны бүйтіп салып, кілтпен кішкене қатты қыспайсыз да, кілтпен тақайсыз да, құттай азымызды тақайсыз да, чтобы мына қақпақты сындырып жібермейтіндей алып. Сосын мына газовый кілтпен бүйтіп қысасыздар да. Газовый кілтпен қысып, осылай бүйтіп бұрап, бүйтіп бұрап ағытуға болады. Олай бұрап қатайтуға да болады, жауға да болады. Осындай приспособление. Егерде спец кілтіңіз болмаса, сіздің осындаймен ағытуға болады. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізге болады. Егер сіздің басыңыздан өткен жағдай болса, қалай істедіңіз сіз? Оны да айтып кетіңіз. Егер басыңыздан өтпеген болса, енді бензин насосы жағдай болып қалып, бензин насосының ішінде клапаны бар, басқа да бірдеңелер бар. Сондай жолдармен ашатын болсаңыз, осы тәсілді пайдалануға болады. Көп рахмет достар.